Біздің батырымыз ел үміті Шавкат Рахмоновтың жекпе-жегіне санаулы күндер қалды. 16 желтоқсан Қазақстанның егемендігіне орай өтетін UFC 296 турнирінде Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жек өткізеді. Дәл қазір Шавкат 17 жекпе-жекте 17 рет жеңіске жетіп, барлығын уақытынан бұрын аяқтаған әлемдегі жалғыз жауынгер. Оған қарсы тұратын Стивен Томпсон UFC-ге кірмес бұрын кикбоксингте ең үздік жауынгер атанып қана қоймай, 57-0 рекордына ие болатын. UFC сапында 12 жыл бойы өнер көрсетіп, Роберт Уиттекер, Хорхе Масвидаль, Рори Макдональд, Висенте Люке және тағы да басқа мықты жауынгерлерді жеңіп, қатарынан 2 рет сол кездегі ең үздік жауынгерлердің бірі Тайрон Вудлимен чемпиондық жекпе-жек өткізген болатын. Дәл қазір 24-6 рекордына ие Стивен Томпсон жартылай орта салмақтың рейтингінде 6-ші орында алып отыр. Сондықтан сөзсіз бұл жекпе-жек өте қызық болады. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз Шавкат Рахмонов пен Стивен Томпсон арасындағы жекпе-жекті толығымен талдап, өзіміздің прогнозымызды беретін боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонды жеңе ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз UFC-ді тегін тікелей эфирде қарап қана қоймай, әлемдік және жергілікті ММА мен бокс туралы актуалды ақпаратты көре аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Стивен Томпсонға тоқталып кетейік. Стивен Вандербой Томпсон 11 ақпан 1983 жылы Америка құрама штаттарында оңтүстік Каролина Симпсонвилл қаласында дүниеге келген. Әкесі Рэй Томпсон кәсіпқой жауынгер және де балаларға арналған каратэ мектебінің негізін қалаушы. Әкесінің жолын қуып, Стивен Томпсон алдымен каратэге қатысып, қара белбеумен 7-ші данға ие болды. Кейін кикбоксингке ауысып, 57-0 рекордына ие болып қана қоймай, әлемдік жекпе-жек өнері бойынша ең үздік жауынгер атанды. 2010 жылы аралас жекпе-жекке қызығып 5-0 рекордымен UFC промоушеніне қосылған болатын. 10 жекпе-жектің 9-ында жеңіске жетіп, сол кездегі чемпион Тайрон Вудлимен кездескен еді. Нью-Йорк қаласында өткен UFC 205 турнирін басқарған бұл жекпе-жекте екі жауынгер бірін-бірі керемет көрсетіп, жеңімпазды анықтай алмады. Дегенмен екеуі де үздік жекпе-жек үшін бонусқа ие болған. Кейін реваншта төрешілердің жақын шешімімен жеңілген болатын. Ары қарай 7 жыл бойы жеңіс пен жеңілісті қатар ұстап жүрді. Соңғы жекпе-жегінде Кевин Холландпен әдемі жекпе-жек өткізіп, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Дегенмен көбісі Стивен Томпсонды чемпиондық белбеуге қол жеткізе алмаған ең үздік жауынгерлердің қатарына қосып келеді. Енді Стивен Томпсонның төбелес тәсілі мен Шавкатқа қарсы қоятын геймпланы жайлы сөз қозғайық. Аралас жекпе-жектегі төбелес негізі кикбоксинг пен каратэ болғасын, Томпсон арақашықтықтан жұмыс жасап, Шавкатты жақындырмауға тырысады. Әрдайым қолын төменде ұстап, көптеген соққыларды аяқпен жасайтын жауынгер. Бұл дегеніміз Томпсон Тайрон Вудлиға қарсы өткізген жекпе-жекте дайындалуы мүмкін. Яғни аяқпен көп қозғалып, октагон ішінде бір жерде тұрып қалмауы. Және де сыбыстарға сенсек, Шавкатқа қарсы тұру үшін арнайы Дағыстан мен шешендік күрес шеберлерімен дайындық өткізіп жатыр. Яғни Шавкаттың мықты күресетінін еске алып, партерде жекпе-жек өткізгісі келмейді. Алайда бұл жерде басты қателіктер бірден көзге түсуі мүмкін. Біріншісі, қолдарын төмен ұстап жүруі. Шавкаттың бойы 188 см, ал қолдарының ұзындығы 196 см құрайды. Бұл дегеніміз Шавкат прессинг жасап, кез келген соққыны дәл тигізіп отыруы мүмкін. Екіншіден, күреске қарсы тұрып, тейкдаундардан қорғанамы деп Шавкаттың соққыларына мән бермеу. Жаңа айтып кеткенімдей, қолдарын төмен ұстап жүруі бәлкім аяққа өтетін тейкдаундардан қорғану үшін шығар. Алайда Шавкат қолдарымен де аяқтармен де ауыр соққыларға ие. Сондықтан Шавкаттың күресіне төтеп беремін деп ауыр соққы өткізіп нокаутқа түсуі әбден мүмкін. Ал енді өзіміздің батырымыз Шавкат Рахмоновқа көшейік. Өзіміз білетіндей, Шәкең аралас жекпе-жектегі мансабында 17 жекпе-жек өткізіп, барлығында уақытынан бұрын жеңіске жеткен әлемдегі жалғыз жауынгер. UFC сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп, қатарынан 5 рет жеңіске жетіп қана қоймай, жартылай орта салмақтың рейтингінде 5-ші орында алып отыр. Жекпе-жекке келсек, бұл кездесу Шавкат үшін өте жақсы. Біріншіден, өзіне керек хайп пен медиа қызығушылықты артады. Стивен Томпсон танылмандылығы бойынша ең үздік жауынгерлердің бірі. Екіншіден, Стивен Томпсонның қазіргі күйі. Соңғы 10 жекпе-жегінде тек 4 рет қана жеңіске жетті. Кевин Холландқа қарсы өзін жақсы көрсеткенімен бұл ештеңені білдірмейді. Себебі UFC топына ұқсамайтын адамды әрең жеңген Томпсон Шавкаттай қарсыласты кездестірмеген еді. Үшіншіден, Томпсонның төбелес базасы соққыларға бейімделгендіктен, әмбебап Шавкат үшін бұл өте ыңғайлы жағдай. Әр сатыда жақсы жұмыс істеп қана қоймай, жақсы тейкдаундар жасап күрескені Стивен Томпсон үшін өте ауыр болады. Белал Мухаммед және де Гилберт Бернс атты жауынгерлерден күресіп жеңілгесін универсалда Шавкатқа қарсы дым қоя алмайтын секілді.
Қорытындылай келе, менің ойымша бұл жекпе-жекте Шавкат Рахмонов сенімді жеңіске жетеді. Тіпті жекпе-жекті уақыттан бұрын нокаутпен немесе де сабмишнмен аяқтауы мүмкін. Алайда Стивен Томпсонды есептен алмаған жөн. Қанша жақтан кәрі десек те, бұл ММА. Кез келген микросекундта бір мезетте барлығы өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша пайызбен 85-15 Шавкат Рахмонов жеңіске жетеді. Стивен Томпсон тек лаки панчпен немесе де кездейсоқ соққымен жеңіп кетуі мүмкін. Ал кез келген соққыға төтеп бере алатын Шавкат бұндай соққылардан құлайды деп ойламаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жекте кім жеңіске жетеді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.